Әңгіме басталмай жатып лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпайық. Және әңгімені соңына дейін тыңдайық. Саябақтағы сыған әйелге түскі асымды беріп кетіп бара жатқанымда, оның қызы қуып жетіп құлағыма сыбырлады. Анасы: өмір сүргің келсе, ертең таңертең үйден бірінші болып шықпашы, күйеуім жалған адам деп айтып жіберді. Мен мән бермедім, бірақ таңертең өзінді кетіп қалған болып көрсетіп, бөлмеге сығаладым. Бастамас бұрын, бізді қай жерден тамашалап отырғандарыңызды жаза кетіңіздер. Бұл біз үшін өте қызықты. Осы бір әсерлі хикаяны тыңдауға шақырамыз. Аяна. Түскі асы салынған жылу сақтар сөмкесін қолтығына қысып, кеңседен асық шықты. Көктемнің таза ауасы жанына жайледі. Ал күн сәулесі бұлттар арасынан сығалап, нағыз жылу сыйлады. Ұзаққа созылған суықтан кейін, ол кеңсе қарбаласынан дем алатын бағына қарай таныс жолмен жылдан басты. Ол 38 жаста еді. Соңғы 5 жыл бойы ол шын мәнінде табысты, кішігірім кеңес беруші компанияны басқарып келді. Жұмыс көп күш алса да, Аяна бәріне үлгеретін. Ол өзіне рұқсат беретін жалғыз нәрсе саябақтағы түскі ас уақыты еді. Бүгін ол үйден дайындаған асын, тауық еті қосылған қарақұмық, жаңа піскен салат пен алма әкелді. Таңертең Бауыржан әлі ұйықтап жатқанда өзі дайындаған болатын. Күйеуі соңғы уақытта өзінің жобасын қашықтан еркін кесте бойынша жүргізуге болатынын айтып, кеш тұратын болды. Аяна бұған қарсы емес еді. Олардың отау құрғанына бар жоғы 3 жыл болды. Оған әрқайсының өз кеңістігі бар ұнайтын. Ол ескі үйеңкінің астындағы сүйікті орындығына қарай бұрылды. Мұнда балалар алаңынан және шулы топтардан алыс, тыныш еді. Аяна жайғасып ыдысын ашты. Үй тамағының иісі әрдайым көңілін тыныштандыратын. Шанышқысын көтере бергенде, жолмен баяу жақындап келе жатқан бейнені байқады. Гүлді үлкен етекті белдемше мен тозған күті киген қарт әйел таяғына сүйеніп, сенімсіз басып келе жатты. Оның жүзі әжіндерге толтырылған, ал ақшыл шашы жиналған екен. Әйел орындықтың жанына тоқтады. Аяна бірден таныды. Бұл сыған әйел еді. Әдеттегідей әдеппен бас тартпақшы болып аузын аша бергенде, әйел күтпеген жерден: қызым, қорықпа, ештеңе сұрамаймын деді. Тек аяғын талып кетті, жаныма отырайыншы. Дауысы қарлыққан, бірақ жылуы бар еді. Аяна сасып қалды. Әдетте сыған әйелдер бірден бала ашуға немесе ақша сұрауға кірісетін, ал бұл әйел тек дем алғысы келді. Әрине, отырыңыз, деді ол орын беріп. Әйел таяғын тізесінің арасына қойып, көздерін жұмды. Бірнеше минут олар тыныш отырды. Аяна көрісіне ұрлап қарап қойып, асын ішуді жалғастырды. Кемпірдің жүзі шашаңқы көрінетін, көзінің астында қара көлеңкелер бар еді. Көп болды тамақ ішпедім, деді әйел тыныш қана. Таңнан бері нәр татқан жоқпын. Аяна тоқтай қалды. Ол ыдысына, сосын кемпірге қарады. Іші біртүрлі болып кетті. Мүмкін бұл ақымақтық шығар, мүмкін тым ақкөңілдік. Бірақ қасында біреу аштықтан қиналып жатса, ол тыныш ас іше алмады. Алыңыз, деп асы салынған ыдысты ұсынды. Мен бүгін қатты аш емеспін, ал тастауға обал. Кемпір көздерін ашты. Оның көздері өте өткір, қара әрі ерекше жылтыр екен. Ол Аянаға ұзақ қарап, содан кейін тамаққа қарады. Рас мен бересің бе, деді ол сенімсіздікпен. Рас, ас болсын. Әйел қалтыраған қолдармен ыдысты алып жей бастады. Алдымен баяу, содан кейін жылдан. Аяна оны ұялту үшін басқа жаққа қарады. Алмасын алып, кішкене тістеп жеді. Оған алмада жеткілікті еді. Рахмет саған, қызым, деді кемпір, 5 минуттан кейін аузын белдемшесінің шетімен сүртіп. Қазір жақсы адамдар сирек, бәрі мән бермей өтіп кетеді. Сен болсаң соңғы нәрсемен бөлістің. Жоқ, соңғы емес, деді Аяна ұял. Үйде томастықш толы тамақ бар. Мәселе тамақта емес, деп әйел басын шайқады. Жүректе. Сенің жүрегің жұмсақ екен, көріп тұрмын. Кек өкініштісі, ол кілт тоқтады. Көзінде қорқыныш пайда болды. Не өкінішті, деп сұрады Аяна. Ештеңе. Кемпір қолдарын сермеді. Қартайдым ғой, әртүрлі нәрсе көрінеді. Рахмет саған тағы да.
мен кетейін. Ол таяғына сүйеніп зорға тұрды. Ыдысты қайтарып берді де баяу кете берді. Аяна оның артынан қарап қалды. Сосын сағатына қарады. Түскі ас уақыты бітіп қалыпты. Кеңсеге қайтатын уақыт. Заттарын жинап, ыдысты сөмкесіне салды да саябақтан шығуға беттеді. Ойындағы жұмыстарға ауысты. Серіктестерге қоңырау шалу, келісімшартты тексеру, төлемдерге қол қою керек еді. Аяна бақтың қақпасына жеткен кезде артынан жүгірген аяқ дыбысы шықты. «Тоқтаңыз, бойжеткен, тоқтаңыз!» Ол артына қарады. Оған қарай шамамен 20 жастардағы джинсы мен жеңіл күрте киген, қара шашы желмен желбіреп тұрған жас қыз жүгіріп келе жатты. Оның бет әлпетінен жаңағы сыған әйелдің қыз екені бірден көрініп тұрды. Сол баяғы қара көздер, сол кескіні. «Сол әйелге тамақ берген сіз бе?» деп сұрады бойжеткен Аянаға жете бере алқынып. «Иә, не болып қалды?» Бойжеткен оларды біреу тыңдап тұрмағанын тексергендей жан жағына қарап алды да жақындап келіп дауысын сыбырға дейін бәсеңдетті. «Анам айтып жіберді. Оның кейде сезіп қалатыны бар. Әрдайым емес, бірақ кейде болып тұрады. Сіз оған тамақ бергенде, ол сіз туралы бір нәрсені сезді». Аяна сақтана қалды. Міне, басталды деп ойлады ол. Қазір бала ашуды, дуаны қайтаруды ұсынып, немесе болжам үшін ақша сұрайды деп күтті. Ол сыпайы түрде бас тарту үшін аузын аша берген еді, бірақ бойжеткен сөз бермей жалғастыра кетті. «Анам сізге мына сөзді қаз қалпында жеткізуді тапсырды. Егер ертеңгі күні өмір сүргің келсе, таңертең үйден бірінші болып шықпа. Күйеуім алаяқ, ол өзін басқа біреу етіп пөсетіп жүр». Аяна аң-таң болды. Ол кез келген нәрсені күтсе де, мұндайды күтпеген еді. «Не? Қандай күйеу? Не туралы айтып тұрсыз?» «Білмеймін», деп бойжеткен қолын жайды. «Анам тек мұның өте маңызды екенін жеткізуді сұрады. Ертең таңертең үйден бірінші болып шықпаңыз. Кетіп қалғандай болыңыз, бірақ үйде қалыңыз. Сонда бәрін түсінесіз. Ол күйеуім өзін кім деп таныстырса, ол сол адам емес» деді. «Тыңдаңызшы», деп Аяна басын шайқады. «Мен бұның бәріне сенбеймін. Анаңыздың қамқорлығына рахмет, бірақ бұл бір бос сөз. Анам тағы да айтып жіберді», деп бойжеткен алған бетінен қайтпады. Ол сирек сезеді, бірақ сезсе, ол әрқашан шындық. Ол айналаңда қауіп бар, ертең таңертең қауіп төніп тұр дейді. Тек тексеріп көрмес, сізге не тұрады? Үйде жарты сағатқа ұзағырақ қалып бақылаңыз. Ертең таңертең менде маңызды кездесу бар деп қарсылық білдірді Аяна. Осындай әңгімені жалғастырып тұрғанына өзін ыңғайсыз сезінді. «Мен жайдан жай қала алмаймын. Онда кеткен сияқты болыңыз» деп табандап тұрып алды бойжеткен. «Есікті тарс жауып, өзіңіз білдіртпей қайта кіріңіз. Анам айтады. Егер олай істемесеңіз өкінесіз. Ол сіздің айналаңыздан жаман бір нәрсені көрді». Аяна бойжеткеннің көзіне қарады. Ол есі ауысқан немесе алаяқ адамға ұқсамады. Оның жанарынан шынайы уайым, тіпті бір өтініш байқалатын. «Жақсы», деді Аяна, өзді күтпеген жерден. «Жақсы, мен ойланам, рахмет». «Жоқ, ойланбайсыз», деп бойжеткен басын шайқады. «Сіз қазір кетесіз де бәрін ұмытасыз. Бәрі солай істейді. Бірақ анам бұл өмір мен өлім мәселесі екенін айтты. Сіздің мейірімділігіңіз бүгін оны құтқарды. Енді ол сізді құтқарғысы келеді». Осыны айтты да, ол артына бұрылып жылдам жүріп кетті. Аяна саябақ қақпасында оның бейнесі бұрылыстан жоғалғанша қарап тұрды. Басын шайқап, оғаш ойлардан арылуға тырысты. «Мүлдем сандырақ», деді ол өзіне. «Сығандардың ертегісі, Бауыржан алаяқ па? Онымен 3 жыл бірге тұрып жатқан күйеуі. Ол танитын, жақсы көретін, сенетін адамы». Аяна кеңсеге қарай беттеді, бірақ бойжеткен үн сөздері басынан шықпай қойды. «Үйден бірінші болып шықпа, күйеуің алаяқ, өмір мен өлім мәселесі». Жұмыс күннің қалған бөлігі тұман ішінде өткендей болды. Хаттарға механикалық түрде жауап берді, жиналыстарда басын изеді, қағаздарға қол қойды, бірақ ойы басқа жақта еді. Ол Бауыржанның соңғы кездегі іс-әрекетінен оғаш ештеңе есіне түсіруге тырысты.
ерекше ештеңе жоқ. Ол үйде жұмыс істеді. Кейде тапсырыс берушілермен кездесуге баратын. Кешкісін бірге кешкі ас ішіп, жаңалықтарды талқылап, фильмдер көретін. Қалыпты ерлі-зайыптылық өмір. Мүмкін, соңғы айларда ол сәл тұйықталып, жұмыс туралы аз айтатын болған шығар. Бірақ Аяна мұны шаршағандыққа балаған еді. Оның бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу бойынша күрделі жобасы бар болатын. Ол жиі компьютер алдында кеш батқанша отыратын. Алаяқ. Қандай ақымақтық. Бауыржан 35 жаста, бағдарламашы, еркін қызметкер. Олар 3,5 жыл бұрын іскерлік конференцияда танысқан. Ол үзіліс кезінде Аянаға жақындап келді. Олар сөйлесіп, телефон нөмірлерімен алмасты. Кейін кездесулер, кеңізге саяхат, үйлену туралы ұсыныс болды. Тойлары қарапайым өтті. Тек жақын достары қатысты. Бауыржанның ата-анасы жоқ еді. Ол оларды 20 жасында жол апатынан қайтыс болған деп айтатын. Ол кезде ол жалдамалы пәтерде тұратын. Ал үйленгеннен кейін Аянаның қала орталығындағы 3 бөлмелі пәтеріне көшіп келді. Пәтер Аянаның атына рәсімделген. Ол бұл пәтерде Бауыржанмен таныспас бұрын ата-анасы қайтыс болғаннан кейін олардың бизнесін сатып түскен ақшаға алған болатын. Бұл оның қамалы, оның жетістігі еді. Бауыржан ешқашан оған таласпайтын. Тіпті пәтердің бір бөлігін өзіне аударуды да сұраған емес. Ол бұл мәселеде өте биязы. Әлде бияз емес пе? Деген опасыз ой сап ете қалды. Мүмкін ол жай ғана ыңғайлы сәтті күтіп жүр ме? Аяна басын қатты шайқады. Ол не туралы ойлап кетті? Бұл бір күдікшілдік қой. Сыған әйел бірдеңе айтты екен деп, бос жерден өзін қинап жатыр. Кешкі сағат 6-да ол жиналып, үйіне қайтты. Жолда дүкенге тоқтап, кешкі асқа азық-түлік алды. Бауыржан оның кеңіз өнімдері қосылған макаронын жақсы көретін. Ол дәл соны дайындауды ұйғарды. Қалайда болса ақымақ ойлардан арылу керек еді. Үйде Бауыржан жұмыс бөлмесінде компьютер алдында бір нәрсені мұқият жазып отыр екен. Оның кіргенін естіп, артына бұрылып жымиды. Сәлем жаным, күнің қалай өтті? Жақсы деп жауап берді Аяна, дауысын табиғи шығаруға тырысып. Сәл шаршадым. Кешкі ас ішесің бе? Әрине, не дайындайсың? Теңіз өнімдері қосылған макарон. О, тамаша, мен дәл осы модульді аяқтап босаймын. Аяна ас үйге өтіп азық-түлікті шығарды да дайындауға кірісті. Қолдары үйреншікті жұмысты өздігінен атқарып жатты, ал басында саябақтағы оқиғалар айналып тұрды. Саябақтағы бойжеткен, оның табанда тұрып алуы, көзіндегі қорқыныш, өмір мен өлім мәселесі. Кешкі ас әдеттегідей өтті. Бауыржан өзінің жобасы туралы айтып, техникалық тапсырманы жиі өзгертетін тапсырыс берушіге шағымданды. Аяна оны жартылай ғана тыңдап, басын изеп сұрақтар қойып отырды. Бәрі мүлдем қалыпты еді. Күйеуі әдеттегідей сабырлы, сәл шаршаңқы, ілтипатты болды. Кешкі астан кейін олар қандай да бір хикаялы фильмнің бөлімін тамашалады. Содан кейін Аяна жуынатын бөлмеге беттеді. Ыстық судың астында тұрып, ол ертең таңертең жұмысқа әдеттегідей барам деп нақты шешті. Ешқандай тексерісте, ақымақтықта болмайды. Мұның бәрі сырандардың ертегісі. Сенгіш әйелді қорқыту әрекеті ғана. Мүмкін бұл тіпті ақша боп салау шығар. Қазір қайтып келіп, дуаны қайтару үшін ақша төлеу керек деп сандырақтайды. Бірақ ұйықтап жатқан Бауыржанның қасына жатқанда ұйқысы келмеді. Ол қараңғылыққа қарап, оның бір қалыпты тынысын тыңдап жатты. Неғұрлым көп жатқан сайын, көңіліне соғұрлым күдік ұялай берді. Ал егер кемпірдің сөздерінде титтей де болса, шындық болса ше? Егер ол шынымен де бірдеңені сезген болса ше? Аянаға не тұрады? Тек тексер көру керек. Жұмысқа жарты сағатқа кешігу апат емес, кездесуді ауыстыруға болады. Түнгі сағат 3-тер шамасында ол шешім қабылдады. Ол тексереді. Мұның бәрі бос сөз екеніне көз жеткізіп, бұдан былай мұндай ойларға жол бермеу үшін ғана істейді. Ол жұмысқа кеткендей болады да, өзі қалып, Бауыржан жалғыз қалғанда не істейтінін бақылайды. Осы оймен ол ақыры ұйықтап кетті. Оятар әдеттегідей таңғы сағат 7-де шырылдады. Аяна керіліп, оны өшірді де, Бауыржанды оятып алмауға тырысып, көрпенің астынан ақырын шықты. Ол ұйқылы-ояу бірдеңе деп күңкілдеп, келесі бүйіріне аунап түсті де тынышталды. Ол 1 минут бойы оның ұйықтап жатқан жүзіне қарап тұрды. Қарапайым, ең майда шүйдесіне дейін таныс бейне.
Расымен де, ол оның артынан андымақшы ма? Жуынатын бөлмеде ұйқысымен күдігін қуу үшін бетін мұздай сумен жуды. Айнадағы бейнесіне қарады. Көзінің асты көгеріп кетіпті. Ол нашар ұйықтады. Жұмысқа бара жатқандай тез боянып, іскерлік киімін киді. Бәрі мүлдем табиғи көрінуі керек. Ас үйге барып, өзіне кофе құйды. 2 бутерброд жасады. Біреуін өзі жеді. Екіншісін кеңсеге алып бара жатқандай қағазға орап алды. Қолдары сәл қалтырап тұрды. Өзін ақымақ сезінді. Бірақ сыған әйелдің сөздері есінен шықпады. Өмір сүргің келсе, бірінші болып шықпа. Сағат 7:30-да Аяна сөмкесін жинап, аяқ киімін киіп пальтосын ілді. Бауыржан әлі ұйықтап жатыр еді. Әдетте ол кешірек, сағат 9-да таман тұратын. Ол дәлізде аяғын нық басып жүріп, кіреберіс есікке келіп кілтті бұрады. Бауыржан, мен кеттім, деп жатын бөлме жаққа қарай, дауысын әдеттегідей шығаруға тырысып айқайлады. Жатын бөлмеден жауап ретінде ұйқылы ояу дыбыс естілді. Аяна есікті ашып, баспалдақ алаңына шықты да, артынан қатты тарс еткізіп жапты. Дыбыс бүкіл кіреберіске жаңғырып кетті. Ол тын-тыңдап қатып қалды. Тыныштық. Содан кейін кілттерін ақырын шығарып, есікті дыбыссыз ашты. Жүрегі соққан соншалық, оны бүкіл үй еститіндей көрінді. Аяна аяқ киімін шешіп, қолын алды да, ұрланып басып, пәтерге қайта кірді. Ешқандай дыбыс шықпау үшін есікті құлттамай, жай ғана жауып қойды. Сосын аяғының ұшымен жатын бөлменің қабырғасының арғы жағында орналасқан қонақ бөлмеге өтті. Бөлмелер арасындағы есік сәл ашық еді. Саңылаудан дәліздің бір бөлігі көрініп тұрды. Ол терезенің жанындағы орындыққа жайғасты. Ол жерден жатын бөлменің есігі жақсы көрінетін. Күте бастады. Минуттар азапты түрде баяу жылжыды. Аяна сағатқа қарады. Таңды сағат 8. 5 минут кетті. 10 минут кетті. Мүмкін бұның бәрі бос әурешілік шығар. Мүмкін Бауыржан жай ғана ұйықтай береді. Сосын тұрып, таңғасын ішетті, әдеттегідей жұмысқа отырады. Сағат 8-ден 20 кеткенде жатын бөлмеден дыбыстар естілді. Аяқ дыбысы, кереуеттің шиқылы. Аяна денесін жеріп, орындыққа тығыла түсті. Бауыржан дәлізге үй шалбармен жейдеше киіп, керіліп шықты. Ас үйге өтті. Оның өзіне су құйып, томаздықшты ашқаны естіліп тұрды. Сосын ол жатын бөлмеге қайта оралды. Аяна демін ішіне тартты. Тағы бірнеше минуттық тыныштықтан кейін оның дауысы естілді. Ол біреумен телефон арқылы сөйлесіп жатыр екен. Дауысын қатты шығармады, бірақ таңғы тыныштықта сөздері анық естілді. «Иә, ол кетті», деді Бауыржан. Оның даусында таңғы ұйқының ізі де жоқ еді. Дауысы нық, іскерлікпен шықты. 20 минут бұрын. Кешке дейін оралмайды. Онда күні бойы жиналыс. Жоқ, ешқандай мәселе болмайды. Мен айтып тұрмын ғой, ол ештеңе сезіп берген жоқ. Көгершіндердей тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Ол маған толықтай сенеді. Аянаның іші мұздап кетті. Саусақтары орындықтың тіреуішін қатты қысып алды. Ол әрбір сөзді естіп қалуға тырысып, алға қарай еңкейді. «Құжаттар дайын дерлік», деп жалғастырды Бауыржан. «Сенің адамың жақсы жұмыс істепті. Қолдан жасалған құжаттар өте сапалы. Таяуда бәр дайын болады. Мен аптаның соңына дейін дедім. Демек солай болады. Тыңдашы, байбалан салмайық қойшы. Жақсы ма?» Бауыржанның даусында ашудың ізі пайда болды. «Бәрі жоспар бойынша жүріп жатыр. Салық мекемесіне өтінішті дүйсенбіде өткіземін. Олардың ештеңе дәлелдеуге мүмкіндігі жоқ. Біз бәрін алдын ала ойластырып қойдық. Құжаттар оның өз фирмасы арқылы жалған мәмілелер жасағанын, ақшаны қолма-қол шығарғанын көрсетеді. 12 миллион теңгеге жуық алаяқтық шығады». Аяна айқайлап жібермеу үшін аузын қолмен басты. Бұл шындық болуы мүмкін емес еді. Мұның бәрі өңінде болып жатқанына сене алмады. «Иә, тәуекел екенін түсінем», деп жалғастырды Бауыржан, жатын бөлмеде ары-бері жүріп. «Бірақ басқа жол жоқ. Пәтер оның атына рәсімделген. Ол тергеуге ілінбейінше оны тартып ала алмайсың. Ал қылмыстық іс қозғалғанда, ол адвокаттарға ақша төлеу үшін бәрін сатуға өзі жүгіреді. Міне, сол кезде мен пәтерді сатып аламын. Нарықтық бағамен алғандай, бәрі заңды болады. Ол менің әйелім ғой. Әрине,
Мен оған қиын жағдайда көмектесемін. Ол қысқа ғана суық күлді. Ал ары қарай өзі білсін. Ол кергеу изоляторында отырғанда тез арада ажырасамын. Оның сенім қатымен көп нәрсені тындыруға болады. Сен бастысы өз бөлігін істе. Салық мекемесінде бәрі тегіс өтсін. Іс бірден қозғалсын. Сенің адамың ешқандай сұрақ туындамайды деп уәде берді. Керемет. Демек дүйсенбіде бастаймыз. Мен әйелімнің қаржылық алаяқтығын кездейсоқ анықтаған адал азамат ретінде арыз берем. Барлық құжаттарды өткізем. Сосын тағы 1-2 апта күтем. Содан кейін органдар іске кіріседі. 2 айдан кейін іс қозғалады деп ойлаймын. Ал ары қарай ол өзін өзі батырады. Ештеңе істемегенін дәлелдей бастайды. Бірақ қағаздардың бәрі бар. Мөрлер басылған, қолдар қойылған. Адвокаттар оның барын сорып алады. Пәтер де, ақша да менікі болады. Аяна жансыз денедей қатып қалды. Ол қозғала алмады. Есік саңлауынан көзін ала алмады. Қалтыраған қолымен қалтасынан телефонын тауып, дыбыс жазғышты қосты да, оны орындықтың тіреуішіне, микрофонын жатын бөлмеге қаратып қойды. Сенің уайымдап жатқаныңды білем, деді сол арада Бауыржан. Бірақ ойлап қараш. 3 жыл бойы мен бәрін осыған жеткіздім. 3 жыл бойы сүйікті күйеудің рөлін ойнадым. Сен мені қазір шегінет деп ойлайсың ба? Біз қанша күш жұмсадық, дайындыққа қанша уақыт кетті. Құжаттар дайын. Салықтағы адам біздікі. Жалған куәгерлер табылды. Бәрі қолда. Ол тыңдап тұрып үнсіз қалды. Әрине, келіскеніңіздей қақ бөлеміз. Оның дауысы суық шықты. Сен мені лақтырып кетет деп ойлайсың ба? Мен бұл істі сенсіз істей алмас едім. Түсінем. Сен маған құжаттарды жасауға көмектестің. Салықтан адам таптың. Куәгерлермен айналыстың. Қақ бөлеміз, бітті. Бұл пәтер қазір 60 миллион теңге тұрады. Мүмкін одан да көп. Таза 30 миллион теңгеден аламыз. Саған аз ба? Тағы бір үзіліс, сосын қысқа күлкі. Міне, мен де соны айтам. Сондықтан тыныш отыр. Өз міндетіңді орында. Дүйсенбіде істі бастаймыз. Ал Аяна... Ол оның есімін жек көрінішпен айтты. Аяна бостандықтың соңғы күндерінен ләззат ала берсін. Бейшара, басына не төніп тұрған сезбейді де. Сондай сенгіш ақымақ. Мен оған не айтсам да сенетін. Бауыржан, мен сені сүйем. Бауыржан, сен сондай ақылдысың. 3 жыл бойы осы тәтті сөздерге шыдап келдім. Аянаның айқайлап жібергісі, жүгіріп шығып оны ұрғысы келді. Бірақ ол телефонын қысып, табжылмай отыра берді. Жазба жүріп жатты. Әрбір сөз тіркелді. Дәлелдер жиналды. Жақсы, маған жұмыс істеу керек, деді Бауыржан. Күдік тудырмау үшін жұмыс істеп жатқандай кейіп танытуым керек. Кешке хабарласып, егжей-тегжейін талқылаймыз. Тағы бір нәрсе. Салттағы адамға келіскеніңіздей 1 миллион 200 мың теңге қолма-қол ақша дайында. Іс тезірек қозғалу үшін. Бұл сенің шығының. Ол қоштасып телефонды өшірді. Аяна оның жатын бөлмеде жүріп, өз-өзіне бірдеңелерді күңкілдеп жатқанын естіді. Сосын қайтадан нөмір терген дыбыс шықты. Серік, сәлем, деді Бауыржан, енді байсалды үнмен. Тыңдашы, ана құжаттар не болды? Дайын ба? Керемет. Жұмаға дейін күтемін. Жоқ, өзің әкеліп бер. Ешқандай курьерсіз. Бұл өте маңызды. Ақшасын аласың. Мен айтқандай 240 мың теңге дайын. Ол тағы 3 минуттай құжаттардың жай жапсарын, мөрлер мен қолдарды талқылады. Аяна бәрін жазып алды. Қолдары қалтырағаны сонша, телефон қолынан түсіп кете жаздады. Ол 2 қолмен телефонды кеудесіне қысып, таңғы бояуын жуып өткен көз жасына еріп берді. 3 жыл бойы алдап келген. Осы уақыт бойы ол рөл ойнады. Махаббат, қамқорлық, нәзіктік. Бәрі өтірік екен. Суық есеп. Оның пәтерін, ақшасын тартып алу, өмірін талқандау жоспары. Бауыржан сөйлесіп болып жуынатын бөлірмеге беттеген сияқты. Аяна судың дауысын естіді. Ол орындықтан ақырын тұрып, дірілдеген аяқтармен кіреберіс есікке қарай беттеді. Сол баяғыдай дыбыс шығармай аяқ киімін киіп, сөмкесін алды. Телефондағы жазбаны тоқтатып, қалтасына салды. Сосын есікті үнсіз ашып, баспалдақ алаңына шықты. Кек есік жабылғаннан кейін ғана ол еркін тыныс алды. Дауыстап жылап жібермеу үшін аузын қолмен басып қабырғаға сүйенді.
Бүкіл денесі қалтырап, көз алды бұлдырап кетті. Ол тұтқадан ұстап, баспалдақпен төмен түсті де далаға шықты. Көктемнің салқын ауасы бетіне соғып, есін жиғызғандай болды. Ол телефонын алып, соңғы 5 жыл бойы компания істерін жүргізген заңгері Мұраттың нөмірін тапты. Ол Аянаның сөзсіз сенетін жалғыз адам еді. Дірілдеген саусақтармен нөмірді терді. 1-ші гудок, 2-ші, 3-ші. Аяна, қайырлы таң, деп Мұраттың ширақ дауысы естілді. Бірдеңе болды ма? Әдетте бұл уақытта хабарласпаушы едің. Аянаның дауысы дірілдеп шықты. Ол өзін әрең қолға алды. Мұрат, маған тез арада көмегің керек. Өте істе шұғыл. Бұл төтенше жағдай. Не болды? Заңгердің үні бірден салмақтанды. Телефонмен айтпақ қой. Қазір кездесе аламыз ба? Кеңседе ме? Иә, дереу келе беріңіз. Мен таңғы кездесулерінің бәрін тоқтатамын. Рахмет, 20 минутта болам. Ол телефонды өшіріп такси шақырды. Көлікті 5 минуттай күтуге тура келді. Бірақ бұл уақыт оған мәңгіліктей көрінді. Аяна Бауыржан кенет терезеден қарап оны көріп қояма деп қорқып, жан жағына қараумен болды. Бірақ пәтерден терезелері қараңғы еді. Көлікте ол өзін ретке келтіруге тырысты. Көз жасын сүртіп, сөмкесінен айнасын шығарып, бояуын түседі. Айнадағы бейнесі сұмдық еді. Көздері қызарған, жүзі қуқарған, бояуы жағылған. Бірақ амал жоқ. Мұраттың кеңсесі қаланың іскерлік орталығында орналасқан еді. Ол 6-шы қабатқа көтерілді. Хатшы оны бірден кабинетке өткізді. Заңгер оны есік алдында қарсы алды. Ол 50 жастардағы, шашына ақ кірген, қатан костюм киген адам еді. Оның жүзін көргенде Мұрат қабағын түйді. Отырмыз. Мен бізге кедергі жасамауын сұрадым. Айта беріңіз. Аяна орындыққа отырып бәрін жайып салды. Саябақтағы сыған әйел, ескерту, үйде қалып Бауыржанның әңгімесін тыңдағаны, құжаттарды қолдан жасап, салық мекемесіне арыз беру арқылы пәтерді тартып алу жоспары туралы айтты. Сыбайласы, ақша, 3 жылдық алдау, бәрін мүдіріп, бір деталдан екіншісіне ауысып айтып берді. Бірақ Мұрат мұқият тыңдап, кейде басын изеп, қойын дәптеріне жазып отырды. Ол сөзін аяқтағанда заңгер арқасын сүйеніп, естігенін саралап біраз үнсіз отырды. 20 жылдық тәжірибемде көп нәрсені көрдім. Бірақ мынадай мұқият ойластырылған схема, бұл өте күрделі жағдай. Мен не істеуім керек? Деп сұрады Аяна. Дауысы қорқыныштан бөгде біреудікіндей шықты. Біріншіден, үрейге бой алдырмаңыз, деді Мұрат нық сеніммен. Екіншіден, барынша көп ақпарат жинау керек. Жазба бар, бұл жақсы, бірақ бізге көбірек дәлел қажет. Сыбайластарының есімдері, жалған құжаттар, салықтағы адаммен байланысы керек. Үшіншіден, олардан бұрын әрекет етуіміз қажет. Егер ол дүйсенбіде өткізбекші болса, бізде бірнеше күн бар. Ол ойланып қалам үстелге тықылдатты. Менің ұсынысым мынау. Қазір бірге полицияға барамыз. Дайындалып жатқан қылмыс туралы арыз жазып, жазбаны өткіземіз. Сонымен қатар, мен күйеуім туралы нақты ақпаратты тексерем. Оның кім екенін, өмір баянын, өткенін білеміз. Егер ол алаяқ болса, бұл оның бірінші ісі емес болуы мүмкін. Оның сыбайласымен салықтағы адамның кім екенін де анықтау керек. Ал егер ол менің полицияда болғанымды біліп қойса ше? Аяна тағы да қорықты. Ол үйде ғой. Менің қайта келіп тағы кеткенімді байқап қалуы мүмкін. Байқамайды, деп жұбатты оны заңгер. Өзіңіз айттыңыз ғой. Ол сізді жұмыста деп ойлайды. Әдеттегідей әрекет етіңіз. Кешке үйге үйреншікті уақытта барыңыз. Өзіңізді табиғи ұстаңыз. Ештеңе білмейтініңізді көрсетіңіз. Бұл өте маңызды. Біз барлық дәлелдерді жинап, соққы бергенше ол ештеңе сезбеу керек. Ол орнынан тұрып костюмін алды. Кеттік. Неғұрлым тез бастасақ, соғұрлым жақсы. Полиция бөлімшесінде оларды бірден қабылдамады. Кейісті тергеуші босағанша 1 сағаттай күтуге тура келді. Аяна дәліздегі қатты орындықта сөмкесін қысып отырып, Бауыржанның қазір не істеп жатқанын ойламауға тырысты. Бәлкім ол жай барақат компьютер алдында отырып, кофе ішіп,
Тіпті оған қалай сағынғаны, кешті қалай күтетіні туралы нәзік хабарлама жазатын шығар. Мұрат қасында тұрып телефонмен ақырын сөйлесті. Ол өз адамдармен хабарласып, Бауыржанға тексеріс бастап үлгерді. Енді тек күту ғана қалды. Ақыр оларды кабинетке шақырды. Тергеуші шаршаңқы жүзді, бірақ жанары өткір, орта жастағы адам екен. Өзін Қанат деп таныстырды. Аянаның әңгімесін тыңдап, кейбір тұстарын қайта сұрады. Содан кейін жазбаны қосуды өтінді. Үнсіз тыңдап, кейде жазып отырды. Жазба аяқталғанда ол орындығына сүйеніп, мұрнын уқалады. Оқиға өте қызық екен, деді ол ойланып. Жазба бар, бірақ мәселе неде екенін түсінесіз бе? Заң жүзінде қылмыс әлі жасалған жоқ. Күйеуіміз әзірге тек жалған құжаттармен арыз беруді жоспарлаптан отыр. Құжаттардың өзін көрген жоқпыз. Ол салық мекемесіне әлі барған жоқ. Демек, сіздер ештеңе істей алмайсыздар ма? Аянаның іші қорқыныштан мұздап кетті. Мен олай деген жоқпын, Қанат қолын көтерді. Біз іс қозғап, кексеру бастай аламыз. Бірақ олардың бәрін, күйеуімізді де, сыбайластарын да, салықтағы адамды да ұстау үшін, олар нақты әрекетке көшкенше, яғни ол құжаттарды өткізуге келгенше күтуіміз керек. Дүйсенбіге дейін күту керек демекшісіз бе? Деп Мұрат араласты. Бұл тым қауіпті. Егер олар бірдеңені сезіп қалып, әрекетін тоқтатып бастаса ше? Сондықтан Аянаға өзін мүлдем табиғи ұстау керек. Тергеуші оған салмақты қарады. Ешқандай ишара, мінез құлықта ешқандай өзгеріс болмасын. Қалыпты өмір сүріміз, ештеңе білмейтін адам сияқты болмыз. Ал біз осы уақытта қосымша ақпарат жинап, бақылау орнатамыз. Бұл адамдардың кім екенін анықтаймыз. Ол қағаз алып арыз толтыра бастады. Мен алаяқтыққа дайындалу дерегі бойынша іс қозғаймын деп түсіндірді ол, жазып жатып. Дыбыс жазбасын дәлел ретінде қосамыз. Күйеуімізді барлық база бойынша тексеруге бұйрық беремін. Бәлкім ол бұрында көзге түскен шығар. Сонымен қатар, оның сыбайласы мен салықтағы адамды анықтау керек. Бұл қиынырақ, бірақ тырысамыз. Аяна басын изеді. Ол өзін мүлдем қауқарсыз сезінді. Келесі бірнеше күн бойы оған өтірік күліп жүруге тура келеді. Оның өмірін талқандағысы келетін адамның қасында тұрып, оған жымиып сөйлесіп, бәр жақсы сияқты кейіп таныту керек. Бөлімшеден олар түске қарай шықты. Мұрат оны көлікке дейін шығарып салды. Сізге қаншалықты ауыр екенін түсінемін, деді ол. Бірақ шыдауыңыз керек. Бірнеше күн, сосын бәрі бітеді. Бастысы, өзіңізді білдіріп алмаңыз. Тырсам, деп жауап берді Аяна. Бірақ үйге қайтуды ойлағанда, іші қорқыныштан мұздап кетті. Мен әрдайым байланыстан, деп жалғастырды заңгер. Кез келген сұрақ немесе күдік туса, бірден қоңырау шалыңыз. Сонымен қатар, қажет болу мүмкін құжаттарды білдіртпей жинап алыңыз. Пәтерге, бизнесімізге, қаржыңызға қатыстының бәрін сенімді жерге тығып қойыңыз. Ол басын изеп, таксиге отырды. Жұмысқа бара жатқан жолда, терезеден зырлап жатқан көшелерге қараса да, ештеңе көрмеді. Телефон дірілдеді. Бауыржаннан хабарлама келді. Сәлем сүйіктім, қалайсың? Сағындым. Кешке ас дайындаймын. Бүгін демалып ал. Аяна тісін қайрады. Саусақтары жауапты өздігінен жаза бастады. Рахмет жан. Менде бәрі жақсы. Кешке дейін. Хабарламаны жіберіп, жүрегі айнығандай болды. Бұл өтірікті айту қандай оңай еді. Мүмкін оған да соңғы 3 жыл бойы осылай өтірік айту оңай болған шығар. Кеңседе ол жұмыс істеуге тырысты, бірақ зейінін шоғырландыра алмады. Құжаттардағы әріптер бұлдырап, сандар шатасып кетті. Әріптестері сұрақтармен келіп жатты. Ол мәніне де үмілмей, механикалық түрде жауап берді. Бақытқа орай, ешкім артық сұрақ қоймады. Бәрі де директордың осындай қарбалас күндеріне үйреніп кеткен еді. Сағат 3-те Мұрат қоңырау шалды. Жаңалығым бар, деді ол бірден. Күйеуім туралы ақпарат таптым. Аяна, отырсыз ба? Иә, ол телефонды қатты қысты. Айта беріңіз. Бауыржан Серікұлы Сұлтанов, бұл оның нағыз есімі емес. Дәлірек айтқанда, есімі солай, бірақ ол құжаттарын ауыстырған. Оның шын есімі Бауыржан Серікұлы Алдавергенов. Ол осыдан 7 жыл бұрын қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Алаяқтық, өзге мүлікті иемдену. Кішігірім бизнесі бар әйелге үйленіп, сеніміне кіріп,
сосын оның шоттарын тазалап қашып кеткен. 3 жылға сотталған, бірақ рақымшылықпен 1 жылдан кейін шыққан. Аяна көзін жұмды. Демек ол 3 жыл бірге тұрған адамның тіпті аты жөнінде білмеген екен. Осыдан кейін ол құқық қорғау органдарының назарынан жоғалып кеткен, деп жалғастырды заңгер. Мүмкін құжаттарын ауыстырып, жаңа өмір бастаған шығар. Жаңа есім, жаңа өмірбаян. Ата-анасы қайтыс болды дегені өтірік. Анасы тірі. Мен онымен хабарластым. Ол Бауыржанның осыдан 1 жыл бұрын пайда болып, емделуге деп ақша сұрағанын айтты. Анасы берген. Содан кейін ол хабарласпаған. «О, Құдайым», деді Аяна демін ішіне тартып. Демек бәрі, мүлдем бәрі өтірік болғаны ма? Солай сияқты. Бұл әлі бәрі емес. Мен тексердім. Оның ешқандай бағдарламашы емес екені белгілі болды. Оның ешқашан тапсырыстары болмаған. Осы 3 жыл бойы ол үйде жұмыс істеп жатқандай кейіп танытып күлген. Бірақ оның кейде ақшасы болатын ғой, деп есіне алды Аяна. Ол кейбір заттарды сатып алатын, азық-түлікке көмектесетін. Сіздің табатын табысыңызбен салыстырғанда бұл азған ақша. Сөзсіз, бұл алдыңғы алаяқтықтарынан қалған қалдық, немесе сыбайласының ақшасы болуы мүмкін. Бірақ ақиқаты сол. Ол сіздің ақшаңызға өмір сүрді және үлкен соққы беруге дайындалды. Аяна үнсіз қалды. Өзін құтуға жүйелі түрде дайындалған қылмыскермен, мүлдем бейтаныс адаммен 3 жыл бірге тұрған. Сыбайласына келетін болсақ, деп жалғастырды Мұрат. Әзірге бәрі анық емес, бірақ жанама деректер бойынша ол Дәурен есімді адам болуы мүмкін. Оның да алаяқтық үшін соттылығы бар. Олар бұрын таныс болған. Мен бұл ақпаратты тергеушіге бердім. Олар тексеріп жатыр. Рахмет, деді Аяна әрең сөйлеп. Шыдаңыз. Есіңізде болсын. Аз қалды. Бәрі бітеді. Ол тұпланы қойып, бос компьютер мониторына қарап отырып қалды. Қалайша ол соншалықты соқыр болды? Шынымен ешқандай белгілер болмады ма? Ол күдікті бірдеңе есіне түсіруге тырысты. Бірақ жады тек жақсы сәттерді алдына тартты. Кешкі серуендер, кино көріп күйгендері, түнде оның құшақтағаны. Бәрі ойын, суық есеп қана екен. Күннің қалған бөлігі тұман ішінде өтті. Кешкі сағат 6-да Аяна жиналып үйіне кетті. Жолшыбай дүкенге тоқтап азық-түлік алды. Әдеттегі күндердің бірі сияқты кейіп таныту керек еді. Қолындағы сатып алынатын заттардың тізімі қалтырап тұрды. Ол бір жолды бірнеше рет оқыса да, не жазылғанын түсінбеді. Үйге келгенде Бауыржан оны ас үйде қарсы алды. Ол шынымен де кешкі ас дайындап жатыр екен. Табада бірдеңе қуырылып, иісі мұрын жарады. Ол артына бұрылып жымиды. Сәлем жаным. Күнің қалай өтті? Мен сенің сүйікті асың, кілегейлі тұздықтағы тауық етін пісіруді ұйғадым. Аяна өзін мәжбүрлеп, оған жауап ретінде жымиды. Сәлем. Күн ауыр болды. Шаршадым. Дайындап жатқаныңа рахмет. Ол оның көзіне қарамауға тырысып, қасынан өтіп кетті де, сөмкесін орындыққа қойды. Бауыржан оны артынан құшақтап, төбесінен сүйді. Бар, демал. Мен қазір бәрін бітіремін де, кешкі ас ішеміз. Ол басын изеп, жатын бөлмеге кетті. Есікті жауып, кереуетке отырды да, айғайлап жібермеу үшін аузын қолмен басты. Оның жанасуы енді жиіркенішті көрінді. Әрбір сөзі жалған болып сезілді. Ол қалайша олай ойнай алады? Қалайша 3 жыл бойы бірде-бір рет өзін білдіртпей өтірік айтуға болады? Аяна жатын бөлмеде 20 минуттай болып өзін ретке келтірді. Бетін мұздай сумен жуып, үй киімін киді. Сабыр сақтау үшін терең тыныс алды. Сосын ас үйге шықты. Бауыржан ештеңе байқамағандай көрінгенімен, кешкі ас өте ауыр жағдайда өтті. Ол тапсырыс берушімен болған қиындықтар туралы хикая айтып, техникалық кедергілерге шағымданды. Аяна басын изеп, асты әрең жеді. Тамақ өмешінен өтпеді. Әрбір тілімді зорға жытты. Сен бүгін тым қуқарғансың, деді кенет Бауыржан. Шынымен бәрі дұрыс па? Жай шаршадым, деп жауап берді ол, дауысын табиғи шығаруға тырысып. Жұмыс көп, ұйқым қанбай жүр. Мүмкін саған демалыс керек шығар. Ол қолын Аянаның қолының үстіне қойды. Бір жерге барып демалып қайтар едік. Мүмкін. Ол қолын ақырын тартып алып,
су құйылған стақанды ұстады. 90-дық есепті өткізген соң ойланармын. Кешкі астан кейін ол ваннаға түсетінін айтты. Жуынатын бөлмеге кіріп, есікті ішінен іліп алды да телефонын шығарды. Мұратқа: «Мен үйдемін, бәрі дұрыс, шыдап жүрмін», деп жазды. Жауап бірден келді. «Жарайсың, ертең тергеуші хабарласады. Мән-жайды талқылау керек. Мықты болыңыз». Аяна су мұздап кеткенше жуынатын бөлмеде 1 сағаттай отырды. Сосын шығып төсекке жатты. Бауыржан сол жерде планшеттен бірдеңе оқып жатыр екен. Оны шетке қойып, оны құшақтады. «Қайырлы түн, сүйіктім». «Қайырлы түн», деп сыбырлады ол да, қабырғаға қарап бүрісіп жатып алды. Ол тез ұйықтап кетті. Аяна жатып, оның тынысын тыңдады. Қасында оның өмірін талқандағысы келетін, 3 жыл бойы оның барын қалай тартып алуды жоспарлаған адам ұйықтап жатты. Ал ол ештеңе білмейтіндей кейіп таныту керек еді. Таңертең ол телефон қоңырауынан оянды. Бауыржан әлі ұйықтап жатыр екен. Аяна төсектен ақырын тұрып, ас үйге шықты да жауап берді. Тергеуші Қанат хабарласып тұр екен. «Қайырлы таң, Аяна. Оятып жіберген жоқпын ба?» «Жоқ, мен тұрып қойдым». «Жақсы, жаңалығым бар. Біз күйеуіміздің сыбайласын анықтадық. Заңгеріңіз болжағандай, Дәурен. Оның соңынан бақылау орнаттық. Кешке ол салық инспекциясының бір қызметкерімен кездесті. Біз бұл кездесуді тіркеп алдық. Қазір оның нақты кім екенін тексеріп жатырмыз». Аянаның ішінде әлсіз үміт оянды. Енді не болады? Енді дүйсенбіні күтеміз. Күйеуіміз құжаттарды өткізуге келген бойда оны ұстаймыз. Сонымен қатар Дәуренді және салықтағы адамды да құрықтаймыз. Бастысы бәрін қылмыс үстінде құжаттармен ұстау. Сонда іс ұлтартпас болады. Түсінікті. Ол жұтынды. Демек маған тағы 3 күн осылай өмір сүру керек қой. Сізге қаншалықты ауыр екенін түсінемін, бірақ басқа амал жоқ. Шыдаңыз, жақында бәрі бітеді. Ол телефонды қойып терезе алдына сүйенді. Далада жаңа күн туып келе жатты. Сенбі, сосын жексенбі. Ал дүйсенбі күні бәрі шешіледі. Демалыс күндері нағыз тозақ болды. Бауыржан қала сыртына шығып табиғатта серуендеуді ұсынды. Аяна өзін нашар сезініп тұрғанын айтып бас тартты. Олар сенбіні үйде өткізді. Ол футбол көрді. Ал ол кітап оқып отырғандай кейіп танытты. Жексенбіде ұзаққа созылған күтумен өтті. Бауыржан бірнеше рет оған не болғанын, неге сонша үнсіз екенін сұрауға тырысты. Аяна жай ғана шаршағанын, жақында басылатынын айтты. Ол сенген сияқты болды. Бірақ кейде оның өзіне сынап қарайтын жанарын байқап қалатын. Жексенбі күні кешке Бауыржан жуынуға кеткенде Аяна ақырым оның жұмыс бөлмесіне кірді. Ол бұрын ешқашан оның заттарын ақтармаған еді. Бұны дұрыс емес деп санайтын. Бірақ енді бәрі өзгерді. Ол үстел жәшіктерін ашып, қағаздарды, әлдебір келісім шарттардың көшірмелерін, жазбаларды тез-тез қарап шықты. Төменгі жәшіктен бір папканы тауып, оны ашқанда жүрегі зу ете қалды. Онда жалған құжаттар жатыр екен. Оның компаниясының атынан жасалған келісім шарттар, қолдар, мөрлер. Бәрі нағыз сияқты көрінеді. Құжаттар орасан зор сомадағы жалған мәмілелерді көрсетіп тұрды. Егер салық мекемесі бұны алса, оның бұл құжаттардың жалған екенін дәлелдеуге ешқандай мүмкіндігі болмас еді. Аяна бірнеше бетті телефонына суретке түсіріп алды да, бәрін ұқтап орнына қойып, жәшікті жапты. Қолдары қалтырап кетті. Міне, басты заттай айғақ осы. Ертең ол суреттерді тергеушіге береді. Дүйсенбі алдындағы түнде ол мүлдем ұйықтамады. Төбеге қарап жатып, ертеңгі күнді басынан өткеріп жатты. Бауыржан салық мекемесіне таңғы сағат 10-дарда бару керек еді. Тергеуші бәрі дайын болатынына уәде берді. Таңертең Аяна әдеттегідей тұрып жұмысқа жиналды. Бауыржан да тұрып, маңызды кездесуі барын қала орталығына бару керектігін айтты. Ол қобалжуын білдіріп бөгет тырысып, басын изеді. Олар пәтерден бір уақытта шықты. Көшеде екі жаққа кетті. Ол көлігіне, ал Аяна аялдамаға беттеді. Аяна артына бұрылып, оның артынан қарап қалды. Ол нық басып, өзіне сенімді, ештеңе сезбей бара жатты. Бұл оны бостандықта соңғы рет көру еді. Аяна кеңсеге барған жоқ. Ол таксиге отырып, өзін салық инспекциясының ғимаратына апаруды сұрады.
Мұрат пен тергеуші Қанат оның тану немесе куәлік беру үшін жақын жерде күтіп тұруына келіскен болатын. Көлік қажетті ғимараттан бір орам жерде тоқтады. Аяна түсіп, үлкен панорамалық терезелері бар шағын дәмханаға барып, терезе алдындағы үстелге отырды. Ол жерден салық мекемесінің негізгі кіреберісі жақсы көрінетін. Ол кофеге тапсырыс берді, бірақ оны іше алмады. Тек күтумен болды. Уақыт азапты түрде баяу жылжыды. Әрбір минут сағаттай көрінді. Ол керек сәтті жіберіп алмайын деп кіреберістен көзін алмады. Басында әртүрлі ойлар айналып тұрды. Егер бірдеңе дұрыс болмай қалса ше, егер Бауыржан тұзақты сезіп қойса ше, егер ол ойынан айнып қалса ше. Сағат 9:30 ғимаратта көзге түсе қоймайтын сұр көлік тоқтады. Одан азаматтық киімдегі екі ер адам шықты. Аяна біреуін таныды. Ол Қанат еді. Олар ғимараттың ішіне кіріп кетті. Тағы 10 минуттан кейін Бауыржан көрінді. Ол қолындағы былғары папкасын ұстап, жылдам басып келе жатты. Жүзінен зор зейін қойғаны байқалатын. Аяна кофе шынысын саусақ буындары ағарғанша қатты қысып алды. Міне, шындық сәті туды. Бауыржан баспалдақпен көтеріліп, салық мекемесінің есігінен кіріп кетті. Аяна демін ішіне тартты. 1 минут, 2, 3 минут өтті. Онда не болып жатыр екен? Ол құжаттарды өткізіп жатқан шығар. Оны ұстап жатқан болар. Телефоны дірілдеді. Мұраттан хабарлама келді. Операция басталды. Мықты болыңыз. Тағы 15 минут өтті. Аяна кіреберістен көзін алмай, мазасызданып отырды. Ақыры есік айқара ашылып, Қанаттың әріптесімен бірге Бауыржанды алып шыққанын көрді. Оның қолы артына қайырылып, кісен салынған екен. Жүзі қуқарған, ашу мен таңғалыстан бұзылған. Артынан тағы 2 полиция қызметкері 50 жастардағы ер адамды алып шықты. Аяна оны танымады, бірақ сыбайласы Дәурен болар деп топшылады. Ал 3-ші болып іскерлік костюм киген әйелді алып шықты. Шамасы бұл схемаға қатысқан салық қызметкері болса керек. Оларды бұрыштан келе қалған полиция көліктеріне отырғызды. Аяна өзі жақсы көрген, 3 жыл бірге тұрған, бірақ мүлдем жат болып шыққан Бауыржанды алып кетіп бара жатқанына қараттырды. Ішінде аяушылық та, өкініш те болған жоқ. Тек бостық пен шаршау ғана қалды. Телефон тағы да дірілдеді. Қанат хабарласты. Аяна, бәрі сәтті өтті. 3-еуі де қылмыс үстінде ұсталды. Құжаттар алынды. Олар дәл сол жерде куәлік бере бастады. Енді алаңдамауымызға болады. Рахмет, деп сыбырлады ол. Сіздерге рахмет. Сізге бөлімшеге келіп, ресми куәлік беріп құжаттарға қол қою керек болады. Бірақ бүгін емес, демалыңыз. Ертең таңертең келерсіз. Жақсы, жақсы. Ол тұтқаны қойып, орындықтың арқасына сүйенді. Кенеттен 1 апта бойы ұйықтамағандай үлкен шаршау басты. Аяна орамалын шарып, көз жасын сүртті. Бұл жеңілдеудің, ашудың, реніштің бәрінің қосындысы болған жас еді. Келесі күндер тергеулермен, заңгерлермен кездесумен және қағаздарға қол қоюмен өтті. Бауыржан, Дәурен және салық қызметкері қамауға алынды. Тергеу тез жүрді, айғақтар жеткіліктеді. Тіпті ұсталғандардың өздері де кінәні бір-біріне жауып куәлік бере бастады. Мұрат ажырасуға қатысты барлық құжаттарды ресімдеуге көмектесті. Аяна бір күнде күткісі келмей арыз берді. Бауыржан тергеу изоляторынан онымен хабарласуға тырысты. Қоңырау шалып, хат жазды. Кездесуді өтінді. Ол бірде-бір рет жауап берген жоқ. Оған айтатын сөзі қалмаған еді. Тергеу материалдарынан ол схеманың егжей-кегжейін білді. Бауыржанның шын тегі Алдабергенов. Мұндай алаяқтықпен айналысқанына 10 жылға жуық уақыт болыпты. Бірінші соттылығынан кейін ол әдістерін жетілдіріп, жалғызбасты табысты әйелдерді таңдап, сеніміне кіріп, үйленіп, сосын әртүрлі схемалар арқылы оларды тонап отырған. Аяна оның 4-ші құрбан екен. Алдыңғы құрбандары ештеңе дәлелдей алмаған. Ол әрдайым сақ болып, іздерін жойып отырған. Бірақ бұл жолы оны өзіне деген шектен тыс сенімділігі ұятқа қалдырды. Ол Аянаның жоспарлар туралы алдын ала біліп қоятынын күтпеген еді. Сот 4 айдан кейін өтті. Аяна барлық отырыстарға қатысты. Бауыржан ірі көлемдегі алаяқтық, құжаттарды қолдан жасау және қылмыстық топ құру үшін 7 жылға нақты бас бостандығынан айырылды. Дәурен 6 жыл,
Ал салық қызметкері 5 жылға шартты түрде сотталып, мемлекеттік органдарда жұмыс істеу құқығынан айырылды. Пәтер, бизнес, оның барлық қаражаты өзінде қалды. Ажырасу сырттай рәсімделді. Бауыржанның ештеңеге құқығы болған жоқ. Неке шарты болмаса да, мән жайды және оның қылмыстық ниетін ескере отырып, сот оның мүлікке ешқандай құқығын танымады. Бәрі аяқталғанда, Аяна бойында оғаш бір бостықты сезінді. Әділдік орнағандай болды. Қылмыскер жазаланды. Ол бәрін сақтап қалды. Бірақ өмірінің 3 жылы сызылып тасталды. Мүлдем болмаған, жасанды маска киген адаммен өткізген 3 жыл. Соттан кейін 2 апта өтті. Жылы жаз күні еді. Аяна серіктестерімен кездесуден кейін келе жатып, аяғы өзінен өзі бәрі басталған сол баяғы саябаққа алып келгенін түсінді. Ол негізгі жолдан бұрылып, таныс аллеямен ескі үйеңкі астындағы сүйікті орындығына келді. Отырып, көзін жұмды да, жүзін күнге тосты. Мұнда сол баяғы сыған әйелді кездестірген күндеудей тыныш жайледі. Міне, осында екенсің ғой, қызым. Аяна селк етіп көзін ашты. Алдында сол баяғы гүлді белдемше киген, таяғына сүйенген қарт әйел тұрды. Жанында қызы бар. Сәлеметсіз бе? Мен сізді іздегенмін. Алғыс айтқым келген еді. Аяна орындығынан тұрды. Білемін, деп кемпір сирек тістерін көрсетіп жүрмейді. Бәрін білемін. Көріп тұрмын, босапсың. Пәле жаладан құтылдың. Сіз менің өмірімді сақтап қалдыңыз. Аяна тамағына өксік тұрылғанын сезді. Егер сіздің ескертуіңіз болмағанда, мен ештеңе білмес едім. Ол өз жоспарын іске асырар еді. Мен болсам, тыныш. Әйел орындыққа отырып қасынан орын көрсетті. Отыр, сөйлесейік. Аяна отырды. Сығанның қызы екінші жағына жайғасты. Қалай білгеніңді сұрағың келіп тұр ма? Қарт әйел оған өзінің өткір қара көздерімен қарады. Иә, деп мойындады Аяна. Сіз қалай білдіңіз? Сіз мені өмірімізде бірінші рет көрдіңіз ғой? Сезімім айтты, деп жауап берді әйел қарапайым ғана. Әрдайым емес, бәрімен бірдей емес. Бірақ кейде адам таза жүрегімен жақсылық жасағанда бір нәрсе ашылады. Мен сол кезде сенің айналаңнан қара түнекті, қауіпті көрдім. 2 жүзді ер адамды көрдім. Бір жүзі мейірімді, екіншісі зұлым. Оның сені тұзаққа түсіру үшін қалай тор құрып жаққан көрдім. Бірақ бұл қалай мүмкін? Аяна басын шайқады. Мен тылсым күштерге бал ашуға сенбеймін. Дұрыс дейсің, сенбегенім жөн, деп кемпір мысқылдап күлді. Арамыздағылардың көбі алаяқтар, бұл шындық. Сенгіш адамдардың ақшасын алдайды. Бірақ арамызда бірде-бірі болса да, шынымен сезетіндер бар. Мен солардың бірімін. Ол алысқа қарап, біраз үнсіз қалды. Маған да кезінде осындай жағдай болған, деп жалғастырды ол бәсең дауыспен. Қарт әйел расымен де білуі мүмкін емес нәрсені білді. Рахмет сізге, деді ол ақыра. Бұл қалай жұмыс істейтінін білмеймін. Бірақ сіз мені құтқардыңыз. Мен сізге ақшалай көмек беріп, алғыс айтқым келеді. Маған ақша керек емес. Әйел қолын сермеді. Сен маған сеніп тексергеннің өзімен ақ алғысынды бердің. Көбі сенбейді, қолдарын бір сілтейді де кейін өкініп жатады. Сен тыңдадың, міне, бұл сенің сыйың. Бірақ мен де бірдеңе істеуім керек қой, деп Аяна табандап тұрып алды. Кемпір ойланып қалып, сосын басын изеді. Бір нәрсе бар. Көмекке мұқтаж жанды көргенде қасынан жай өтіп кетпе. Тіпті ол бейтаныс адам болса да, тіпті сенің көмегің ештеңе өзгертпейтіндей көрінсе де, көмектес. Жақсылық қайтады. Осыны ұмытпа. Уәде беремін. Аяна басын изеді. Олар тағы біраз отырып өмір туралы, болашақ туралы сөйлесті. Кемпір оған тұйықталып қалмауды, адамдарға қайта сенуден қорықпауды ескертті. Бір жаман адамның кесірінен бәрі сондай деген сөз емес екенін айтты. Аянаның алдында әлі бүкіл өмірі барын және оның міндетті түрде бақытты болатынын айтты. Әйелдер кететін болғанда, Аяна бәрібір кемпірге конверт ұсынды. Өтінен алыңыз, бұл ақы емес, алғыс ретінде. Бір жақсы нәрсеге жұмсаңыз. Кемпір конвертке, сосын Аянаға қарап алды.
Рахмет қызым, ақылмен жұмсаймын. Ал сен өзіңді күт және ұмытпа. Бәрі жақсы болады. Олар кетіп, саябақтың жасыл желегіне сіңіп кетті. Аяна орындықта отырып қалды. Айналада құстар сайрап, ағаш жапырақтары сыбдырлап, күн нұрын шашып тұрды. Өмір жалғасуда еді. Осы оқиғалардан кейін алғашқы уақытта ауыр болды. Аяна басымен жұмысқа кіріп кетті. Ойларымен жалғыз қалмауға тырысты. Бірақ біртіндеп жан жарасы жазыла бастады. Ол психолог маманына барып, не болғанын, неге алдаудың белгілерін байқамаған түсінуге тырысты. Психолог Бауыржан сияқты адамдардың кәсіби айлакер екенін түсіндірді. Олар өз шеберліктерін жылдар бойы шыңдайды, сенімге кіруді жақсы біледі және адамның сезімдерімен ойнаудың шебері. Тұзаққа түсіп қалғаны үшін өзін кінәлаудың қажеті жоқ еді. Бастысы, ол бұл тығырықтан шыға білді. 1 жыл өтті. Аяна өзгерді. Сақ әрі адамдарға мұқият қарайтын болды. Бірақ та тас жүрек болып кетпеді. Ол қартсыған әйелдің жақсылық туралы айтқан сөздерін жадында сақтап, соған сай өмір сүруге тырысты. Баспанасы жандарға көмектесіп, қайырымдылық шараларына қатысты, тұрмыстық зорлық зомбылық пен алаяқтықтан зардап шеккен әйелдерге көмектесетін шағын қорды қолдады. Жұмысы алға басты. Компаниясы өсіп, жаңа жобалар пайда болды. Аяна осы істерден өмірдің мәнін тауып, еңбегінің нәтижесін көрді. Бұл жан жарасының жазылуына көмектесті. Кейде ол жеке өмірі туралы да ойлайтын. Достары оны біреулермен таныстырғысы келді, бірақ ол әзірге дайын емес еді. Мүмкін уақыт өте келе, ол жүрегін біреуге қайта ашар. Бірақ қазір емес. Қазір оған өзіне, өз сезімдеріне қайта сенуді үйрену керек болды. Көктемгі бір күні дәл сол оқиғадан тура 1 жыл өткенде, Аяна тағы да саябаққа келді. Сол баяғы орындыққа отырып, түскі асы салынған атысын шығарды. Ол мұнда жиі келетін. Енді бұл жер ол үшін ерекше орынға, қайта туылған мекеніне айналды. Ол жылулық пен тыныштыққа бөленіп, асын ішіп отырып, кенет жолмен баяу келе жатқан қарт адамды байқады. Ол шаршаңқы көрінді. Киімі тозған екен. Қарт қоқыс жәшігінің жанына тоқтап, ішіне үңілді. Шамасы жейтін бірдеңе іздеген болу керек. Аяна ойланбастан орнынан тұрып, оған жақындады. Кешіріңіз, тамақ ішкіңіз келмей ме? Менде өзім жей алатыннан артық тамақ бар еді. Қарт оған сенімсіздікпен қарады. Расымен бе? Рас. Ол ыдысты ұсынды. Алыңыз, өтінемін. Ол тамақты қалтыраған қолдармен алды. Көзіне жас іркелді. Рахмет сізге, қайырымды жан. Құдай сізге жар болсын. Аяна жымиып, орындығына қайта оралды. Ол қарттың ас ішіп жатқанына қарап отырып, осыдан 1 жыл бұрын бейтаныс сыған әйелмен тамағын бөліскен күнін есіне алды. Сол бір қарапайым жақсылық оның өмірін сақтап қалған оқиғалар тізбегін бастап берген еді. Жақсылық қайтады. Бұл сөздердің шындық екеніне көз жетті. Ол телефонын алып, экрандағы суретке қарады. Онда теңіз жағасында жымиып тұрған өзі еді. Бұл сурет осыдан 2 апта бұрын. Ол ұзақ уақыттан бері алғаш рет өзіне демалуға рұқсат беріп, саяхатқа жалғыз барғанда түсірілген еді. Суретте ол бақытты көрінетін, және бұл шындық болатын. Ол тозақтан өтті. Опасыздықпен ауыртуды көрді, бірақ аман қалды. Мықты бола түсті. Қазіргі сәтті бағалауды, шындық пен өтірікті ажыратуды үйренді. Өмір жалғасуда. Алдыда әлі талай күндер, мүмкіндіктер мен кездесулер бар еді. Аяна енді болашақтан қорықпайтын болды. Ол кез келген қиындықты жеңе алатынын білді. Өйткені ең қараңғы сәтте оған бейтаныс адамның мейірімі көмектесті. Енді ол өзі сол мейірімді ары қарай таратып жүр. Ал осы қаланың бір шетінде, жалдамалы кішкене бөлмеде қартсыған әйел терезе алдында отырып жымиып қойды. Ол осыдан 1 жыл бұрын көмектескен әйелдің бақытты болатынын білетін. Ол мұны сол кездегі қауіпті сезгендей анық сезді. Анашым, неге жымиып отырсың? Деп сұрады бөлмеге кірген қызы. Бір жақсы хикая есіме түсті, деп жауап берді Кейуана. Кішкене ғана жақсылықтың адам өмірін қалай құтқаратыны, және біреудің көмекке мұқтаж екенін көргенде, қасынан жай өтіп кетпеудің қаншалықты маңызды екені туралы. Саябақтағы сол әйел туралы ма? Иә, сол туралы. Ол бақытты болады, мен білемін. Ол от пен судан өтті,
бірақ сынбады. Мұндай адамдар әрдайым өз жолын табады. Қызы жақындап келіп анасын құшақтады. Сол кезде оған ескерткенің қандай жақсы болған? Мен тек істеуім керек нәрсені істедім. Кейуана қызының қолынан сипады. Жақсылыққа жақсылық, әлем осылай құрылған. Осыны жадыңда сақта. Сол жылы көктемгі кеште қаланың екі шетіндегі екі адам бір нәрсе туралы ойлады. Өтірік пен зұлымдыққа толы әлемде мейірімділікке әлі де орын бар. Және бұл мейірімділік бәрін өзгерте алады. Өмірді сақтап, үміт сыйлап, бәрі де жоғалмағанын көрсете алады. Аяна көктемнің таза ауасын жұтып, көзін жұмды. Алдыда бүкіл өмірі жатыр еді. Жаңа, шынайы, нағыз өмір. Ол лайықты өмір. Және ол бұл өмірді ашық жүрекпен қарсы алуға дайын болатын. Өйткені ол енді білетін. Жақсылық әрқашан құтқарады. Әңгіме осымен соңына жетті. Егер де ұнаса, каналға жазылып лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпайық. Келесіде кездескенше.